Күйеу таңдаған қыз. Баяғыда бір ханның елден асқан ақылды, сұлу қызы болыпты. Хан қызын ешкімге атастырмапты. Қызым кімді сүйсе, соған барсын дейді екен. Күндерге күндер өткенде ханның қызы әкесіне сөз салады. Менің ерге шығатын уақытым болды. Кімде-кім көңіліме жағатындай сыйлық әкелсе, сол кісіге ризалығымды беремін. Егер көңіліме ұнамаса, сыйлық әкелген кісінің басын аламын дейді. Әкесі қызының айтқан сөзін мақұлдап, шаһардағы халыққа жар салыпты. Ей халайық, кімде-кім қызымның көңіліне жағатындай сыйлық әкелсе, қызымды соған берем. Егер де сыйлық қызымның көңіліне толмаса, сол кісінің басын аламын депті хан. Хан қызының сұлулығына есі ауған жігіттер, байдың мырзалары жер-жерден келіп жатады. Бірі іші, бірі патсайы көйлек, енді бірі неше түрмен әшекейлене алтындалған етік әкеледі. Хан қызының көңіліне бірде-бірі жақпайды. Сыйлық әкелген кісілердің басы алынады. Кесілген бас бір төбе болған екен. Осы мезгілде үш шаһардан үш кісі шығып, хан елінің күре жолына келгенде үшеуі бір-біріне жолығады. Бірінде кілем, екіншісінде айна, үшіншісінде бір алма болады. Үш адам хан қызына әкелгелі жатқан сыйлықтарының қасиеттерін айтады. Бірінші жігіт: менің кілемім көзді ашып жұмғанша қалаған жеріңе жеткізеді дейді. Екінші жігіт: егер де менің айнама қарасаң, жер үстінде не болып жатқанын көресің дейді. Үшінші жігіт: менің алмам жанға шипа, тәнге дәрі. Егер алманы жесе, өлген адам тіріледі дейді. Осы кезде кілемі бар жігіт айнасы бар жігітке: айнаңа қараш, жер үстінде не болып жатыр екен дейді. Айнаға қараса, хан қызы кірпігі ғана қимылдап, әл үстінде жатыр екен. Мұны көрген үш жігіт кілемге отырып алып, хан қызына жетіп келеді. Алмасы бар жігіт алмасын жегізіп, қызды тірілтіп алады. Үшеуі де әкелген сыйлықтарын тірілген хан қызының алдына тартады. Хан қызы кілемді өз иесіне, айнаны да өз иесіне қайтарып береді. Ал алмасын жеген жігітке тимек болады. Сонда кілемі, айнасы бар жігіттер тұрып: біздің сыйлығымыз ешкімдікінен де кем емес. Егер айнамен қарап көрмесек, кілеммен жылдам ұшып келмесек, сен өлген болар едің. Ал сен алма әкелген жігітке тидің деп өкпесін айтады. Сонда қыз тұрып былай дейді: кеш келсе де ол жігіт тірілтіп алар еді. Бұл бір. Екіншіден, мен алмасын жеп қойдым. Енді мен ол алманы қайтара бере алмаймын. Ал сендердің айналарың мен кілемдерің өздеріңде дейді. Екі жігіт сөзден жеңіліп, еліне қайтып кетеді. Қыз алма әкеліп тірілткен жігітке қосылады.